Ассалаумағалейкум. Бұл видеода біз 2026 жылы Wildberriesте қалай ақша табуға болатынын нақты шынайы түрде талқылайтын боламыз. Қандай стратегиялар қазір жұмыс жасайды, қандай қателіктерден сақтану керек, товарды қалай дұрыс таңдау керек, сол бойынша полностью ашық, оңай тілде көрсететін боламыз. Мен есімім Арман Сыдықбай, Wildberriesте сату бойынша экспертпін. Айына 60-70 миллион оборот жасаймыз. Бытовая техника категориясында өзіміздің брендпенен сату арқылы топ 5-ке көтерілген болатымыз. Егер сен Wildberriesке енді кіріп, 1-2 миллионнан жоғары тапқың келсе, немесе оборотың өспей жатса, онда бұл видео саған арналған. Бұл видеода мына нәрселер айтылатын болады. Wildberriesте неге біреулер байиды, ал біреулер минусқа кетіп жатыр полностью. Wildberriesте ақша табудың кедергі болып тұрған топ проблемалар. Ол проблемаларды қалай шешеміз? Мына видеоны міндетті түрде соңына дейін көр. Проблемалардың шешімімен қатар саған видеоның соңында Wildberriestен тегін сабағымды беретін боламын. Қазір бір нәрсе айтам, бұл нәрсе бәріне оңай бермеуі мүмкін. 2026 жылы Wildberries арқылы бір жағынан ақша көтеру өте оңай площадка. Бір жағынан дұрыс білімің болмаса, табыс таппай минусқа кетуің де мүмкін. Неге оңай? 200 миллион адамға условно Қытайдан 1 теңгеге алып, Wildberries арқылы ешқандай офиссіз, складсыз, үлкен вложениесіз 200 теңгеге сата аласыз. Бұл жолда дұрыс біліміңіз болса, өте жақсы ақша табуға болады. Неге минусқа кетуің мүмкін? Өйткені көп адамдар қалай дұрыс бастау керектігін білмейді. Және неге нәтиже шықпай жатқанын өзі де түсінбейді. Себебі ешқандай стратегиясыз, интернеттен оқып алып, ютубтан көріп алып, бастап кетіп жатыр. Сіздер Wildberriesке оңай кіріп, табыс табуларыңыз үшін осы канал ашылды. Және барлығын тегін түрде айтатын боламын. Білімі жоқ, опыты жоқ, әлі маркетплейсте сатып көрмеген адамдар былай ойлайды. Жақсы өтетін шығар деген товарды табамын, карточкасын толтырамын, одан кейін ақша тауып кетемін деп ойлайды. Ал сосын не болады? Продажа жоқ, рекламаға ақша кетіп жатыр. Карточка тұр, движение жоқ, продажа жүріп жатқан жоқ. Сосын адамдар ойлайды, конкуренция көп, рынокта товар өтпейді. Карточка тұр. На самом деле мәселе басқада. Товарды дұрыс анализ жасаған жоқ, дұрыс ниша тапқан жоқ. Қытай завод фабрикаларынан себестоимость арзан бағада алған жоқ. Карточканы дұрыс толтырған жоқ, SEO оптимизациясын жасаған жоқ, инфографикасын жасаған жоқ. Одан соң бұл жерде жаңағы рекламасын дұрыс настроить еткен жоқ. Осының бәрі влиять ететін болады товардың жүрмеуіне. Бұл видеода Wildberriesте қалай 2026 жылы минусқа кетпей ақша табуға болатынын айтып өтетін боламын. Ең алдымен бірінші түсіну керек нәрсе, Wildberries тауар салдың, саттың деген сөз жоқ. Бұл көбірек система, нақтылықты жақсы көретін площадка. Кім дұрыс стратегиямен серьезно кірісіп жұмыс жасайтын болса, сол кезде ғана ақша табатын болады. Бұл қандай система десеңіздер, Қытайдан завод фабрикадан ең арзан бағада товарыңызды алып, Wildberriesте ФБО системасы арқылы сататын болсаңыздар, и одан кейін ішкі және сыртқы рекламаны қолдану арқылы маркетингті жүргізу керек. Көп новичоктар ойлайды, ең бастысы дұрыс товар табу. Бірақ шындық, бірдей товар бір сатушыда күніне 100-150 штуктан сатылып жатыр. Ал бір кісіде 10-15 штуктан сатылып жатыр. Не себепті десеңіздер, өйткені бұл жерде дұрыс анализ жасалған жоқ. Карточканы анализ жасау керек. Ең главный ключевой факторлар, ключевой сөздерді қарау керек. Если ключевой сөздердің органикасы топта тұратын болса, сол кезде продажаларың жақсы болады. Одан соң внешний трафикмен жұмыс жасау керек. Көп адамдар товарды былай таңдайды. Мысалға алатын болсақ, бұл жерде үйде жүрген кезде наушникпен музыка тыңдайсыздар. И AirPods'ты алып продажаға шығарып көреді. Если продажасы жүріп кететін болса, дальше оны барахолкадан немесе Қытайдан заказ береді. Выгодно ма жоқ па, оны қарамайды. Немесе байерге артық процент төлеу арқылы ортадан желінетін болады. Былай қарасақ, логично сияқты. Бірақ бұл жерде проблема то, что аналитика дұрыс жасалмаған, сезонность қаралмаған, ішіндегі ценовой сегментациясы қаралмаған. Одан кейін бұл жерде топ конкуренттер, конкуренция 100 мыңнан жоғары нишаларға кіріп кететін боласыз. Сосын ары қарай баға арқылы конкуренция басталады. Мысалға топ 1-дегі тұрған конкурент ол жерде 10 мың штук заказ берді. Ал сіз алып 1000 штук заказ бердіңіз. Ол кісінің товары себестоимость, мысалға алатын болсақ, 500 теңге. Ал сіздің себестоимость ол жерде 800 теңге. Сіз уже басында ұтылып тұрсыз. Қарапайым, но рабочий анализ жасау стратегиясымен бөлісетін боламын. Мына жерде бірінші аналитикалық программалармен жұмыс жасау керек.
Бұл жерде екі аналитикалық программа бар, MStats и Market Guru. MStats аналитикалық программаға кіріп, мына жерде меню, одан соң внешняя аналитика, Wildberries, категория деген разделге кіретін боламыз. Категорияға кірген соң, біз көбінесе екі ниша түрі бар. Ол киім және товарка. Товаркаға кіретін болсақ, бұл жерде бірінші ниша таңдамай тұрып, мына нишаларға кіру не стоит. Киім нишасына кіретін болсақ, мына женщинам раздел. Офис, ол жерде блузка. Блузканы қарайтын болсақ, бұл жерде процент выкупа өте төмен. Киім нишасы и одан соң аяқ киім нишасында процент выкупа өте төмен болады. Бұл нишаларға кіру қажет емес. Неге бұл нишаларға кіруге болмайды? Өйткені процент выкупа өте төмен. Бұл жерде процент выкупа 31%. Мысалға, сіз 10 миллион теңге товарға салдыңыз. 10 миллион теңгенің 3 миллион теңгесі сразу қайтады, 7 миллион теңгесі екі ортада товар логистикаға, клиентке барып, обратно складқа қайтып, сөйтіп логистика жеп отыратын болады. Еще за хранение төлейтін боласыз ұзақ уақыт. Ал товар нишасына кіретін болсақ, бұл жерде давайте вот бытовая техника категориясына кіретін болсақ, техника для кухни, измельчение, блендер нишасы мысалға қарайтын болсақ, бұл жерде айына 430 миллион рубль айналдырып жатыр. Біз кіретін нишалар 10 миллион рубльдан жоғары болу керек. Міне блендер нишасы. Бұл жерде қарайтынымыз мінеки. Блендер нишасы. Блендер нишасында процент выкупа 80%-тен жоғары. С учетом возврата. Міне техника для кухни, предметы техника для кухни, блендеры. Бұл жерде бірінші анализ жасайтынымыз сводка разделіне кіретін боламыз. Сводка разделінде бірінші қарайтынымыз айына қанша спрос болып жатыр. Нишаны қалай таңдау керек екенін көрсетіп жатырмыз. Бұл жерде 230 миллион рубль айына блендер нишасында спросы бар екен. Бұл жерде қарайтынымыз ең бірінші фактор, то, что сіздің товарыңыз процент выкупа 80%-тен жоғары болу керек. Бұл жерде айтып жатқанымыз, то, что сіз 10 миллион теңге салатын болсаңыз, сіздің товарыңыздың 8 миллион товары уже выкуп болады, 2 миллион товарыңыз екі ортада логистикада былай айтқанда жүгіріп жүреді. Одан кейінгі қарайтын фактор трендность. Трендке кіретін болсақ, бұл жерде ниша өсіп жатыр ма, жоқ па, соны қарап өтеміз. Бұл жерде 2024 жылы, мына жерде 2024 жылы 5 айында 199 миллион рубль оборот айналдырыпты бір айда. Қазіргі таңда 405 миллион рубльға саудасы жүріп жатыр осы нишаның. Бұл ниша 2 есе өскен болатын спрос бойынша. Одан кейінгі қарайтын раздел ценовая сегментация. Сіз Қытайдан товар алатын кезде, сіз осы ценовой сегментке кіретіңізді обязательно есептеп қарауыңыз керек. Мысалға, бұл жерде 2400-2600 рубльдің арасында сауда жақсы жүреді екен. Сіз Қытайдан товар алатын кезде, ол жерде 500-600 рубль көлемінде болу керек себестоимость. Одан арғары қарай беретін болсақ, запросы, география обязательно көріп шығатын разделдер. Осы аналитика. Енді мінеки сіздерге ниша таңдауды көрсететін боламын. Внешняя аналитика, Wildberries категории деп кіріп, мына жерде қарайтын болсақ, красота кремы разделіне кіреміз и дальше сводканы қараймыз. Сводканы қарайтын болсақ, бұл жерде бірінші, бұл нишада айына 2 миллиард рубль айналдырып жатыр. Бірінші фактор бұл жерде 10 миллион рубльдан жоғары болу керек. Екінші фактор процент выкупа с учетом возврата 92% көрсетіп тұр. Бұл жерде 85%-тен жоғары болу керек. Одан кейін монополизация низкая деп тұр. Значит, бұл жерде монополия жоқ. Монополия дегеніміз жаңағы бір бренд, бір рынокты полностью жаулап алған жоқ. Одан арғары қарайтын болсақ, біз товар разделіне кіріп, қандай товардың түрлері жақсы сатылып жатыр, соны бірінші қарап шығамыз. Бірінші қарайтын болсақ, бұл жерде крем антивозрастной 17 миллион рубль айына жасап жатыр екен.
Одан кейін екінші всеми известный Селимакс, лифтинг бустер. Бұл айына 13 миллион рубль жасап жатыр екен. Осылайынан отырып, полностью анализ жасап, қарап, нишаны таңдайтын боламыз. Бірінші қарайтынымыз товарды Қытайдағы бағасы қаншада тұрады, Wildberriesте қаншадан сатылып жатыр. Юнит экономика бағасы жағынан тура келіп, маржамен шығып тұрса, ол жағын есептеп көрген соң сатуға болады. Екінші қарайтын фактор бұл жерде трендность. Тренд бұл жерде 2023-те давайте қарайық. Сентябрь уақытысында 1 миллиард 449 миллионға продажа болып жатыр екен. Қазіргі таңда продажа 2 миллиард. Значит, бұл ниша алдыға қарай өсіп жатыр. 2025 жылы март айында 3 миллиард 320 миллионға продажа болған екен. Значит, бұл ниша дальше өседі. Ценовая сегментацияға кіреміз. Қандай ценовой сегментте продажа жақсы жүріп жатыр, осы жерде отырып қарасаңыздар болады. Одан кейінгі запросы. Запросы, если 10 мыңнан жоғары болатын болса, значит, ол жерде спрос бар. Мінекей мына жерде қарайтын болсақ, запросы. Бірінші ключевой сөз крем для лица. 525.986 адам айына іздейді екен осы нишаны. Крем для рук 412 мың. Одан ары қарай қарайтын болсақ, кішігірім нишаны іздеп тапсаңыздар болады. Міне мысалға мына жерде мазь от грибка ногтей на ногах деген ниша. Бұл нишаны не үшін таңдап отырмын? Себебі бұл жерде айына частотность, частота ВБ деген ол айына қанша адам іздейді. И одан соң қанша спрос болып жатыр, осы жерден қарасаңыздар болады. Осы нишаға кіру арқылы дальше біз топта тұрған конкуренттерді анализ жасап көреміз. Топта тұрған конкуренттердің бағасы қазіргі сатылып жатқан 1300, 950, 3,5 мың, 4 мың, 1,5 мың. Ең бірінші тұрған конкурентке кіретін болсақ, бұл жерде 9 мың рубль жасап жатыр екен айына. Осы нишаны Қытайдан табу арқылы бағасы жағынан дұрыс келсе, сатуға болады. Көп адам алгоритмді қиын деп ойлайды. Негізі бәрі логичны. Wildberriesте сауда жасағанда не нәрсеге мән береміз? Ең бірінші ол конверсия. Конверсия дегеніміз бұл жерде товарыңызға қанша адам кірді. Клик в карточку, перешли в карточку деген сол конверсия. Одан кейін екінші момент сіздің товарыңызды қанша адам корзинаға добавить етті. Бұл жерде қарайтын болсақ, 437 адам корзинаға добавить еткен, 23% конверсия в корзину. Үшінші фактор бұл жерде товарыңызды қанша адам заказ берді. Бұл жерде 137 штук товарыңыз заказға түскен. 31% конверсия в заказ. Заказдар көп болу үшін, сондықтан да карточканың оформлениесі ғана влиять етпейді. Бұл жерде сіздің рекламаны қалай қосу, инфографикаңызды қалай жасау, контент, осының бәрі влиять ететін болады. Конверсияны көтеретін нәрселердің бірі ол внешний трафик. Внешний трафик дегеніміз бұл жерде сіз TikTok, Reels, Shorts, жаңағы Instagram, Telegram, ВКонтакте сообщество, солардан блогерлерден реклама алатын болсаңыз, сол кезде сізді Wildberries товарыңызды көреді, то, что внешний трафик алып кеп жатқаныңызды. Внешний трафик алып кеп жатқан соң, сіздің товарыңызды топқа қарай көтереді. А топқа көтерілген соң, сізге заказдар көп түсіп, продажаңыз артатын болады. Wildberriesте сіздің товарыңыз не себепті топқа көтеріледі? Потому что ол жерде сіздің артикулыңызды адамдар жазу арқылы товарыңыз конверсия жүріп бастайды. Содан кейін товарыңыз конверсия жүрген соң, Wildberries'тің алгоритмі көріп, товарыңызды топқа қарай көтереді. Сосын сенің продажаларың көбейетін болады. Саған, в принципе, өздері реклама жасап, товарыңды топқа көтеріп, продажасын көтеретін Wildberries. Сонымен, Wildberries'те сату үшін көп ақша керек деп ойлайсың ба? Жоқ, ондай емес. Өйткені бұл жерде грамотный стратегия, маркетинг. Сол нәрселер өте қатты влиять ететін болады. Опытный продавецтер қалай жасайды? Ең алдымен бірінші товарды анализ жасап болады. Четкий анализ жасап болған соң, оны Қытайдан товар заказ береді. Көп партияда емес, ол жерде ары кетсе 50-100 штук заказ береді. Одан соң сол 50-100 штукты дұрыс контент, дұрыс инфографика, SEO оптимизация карточканы толтыру арқылы товарын реклама қосып, внешний трафик қосып, блогерлерді жалдап, товарын топқа көтереді. Если продажасы жақсы жүріп, сол нишаны спросы дұрыс болатын болса,
ол нишада сауда жасап, уже үлкен партияда заказ беріп сататын болады. Енді қорытындылайтын болсам, бұл жерде 2026 жылы Wildberriesте ақша табу случайный нәрсе емес. Бұл нақты стратегия. Дұрыс жасалған әрекеттерінің арқасында товарыңды топқа көтеріп, продажа жасап, соның арқасында жемісін көресің. Демек, системаны түсінгендер бұл жерде үлкен успехқа жетеді. 2026 жылы Wildberriesке кіріп, сауданы өзің де бастай аласың. Бірақ та ол жерде қадалып қалуың мүмкін. Товар таңдауда, анализ жасауда, Қытайдан товар алып келген кезде логистикаға попадаться етуің мүмкін. Сосын жиған терген ақшаның бәрін қадалып, ертең екі қолыңды мұрныңа тығып отыруың мүмкін, былай айтқанда. Осы жолды шатаспай, тез және табысты өткің келсе, мен саған арнайы ұсыныс дайындап қойдым. Описание бөліміндегі ссылкаға өтіп, менің тегін сабағымды ала отырып, 2026 жылы Wildberries арқылы үлкен ақша табуға шақырамын. Сонымен қатар өзіңізде ішіңізде қалған сұрақтарды Wildberries туралы соларды комментарийге жазып кетіңіз. Келесі видеода сол сұрақтарға жауап беретін боламын. До встречи, сіздермен болған Арман Сыдықбай. Сіздердің Wildberries эксперттеріңіз.